Яз жетті, қияш яқты нұрларын күннен-күн молырақ себе. Жылы күннер зоопарктағы жәнліклеріні де тирен қышқы ұйқыдан уятты. Олар арасында Фомка қушаматлы аю да бар. Язға бірінші адымдар. Кышын аю ябық шитлікте татлы ұйқыға талған еді. Аңа біреу де кымашалық етмеді. Қазір шитлікті ашып қойғандар. Аю құяшы қарат назлана. Иң бірінші іш етіп, аю құяшта ял ете, орқасындағы йонын ұшқы. Бұйыл вақытынан бір қадар иртәрек уянған. Бұл өз ирке, өз тіләге. Фомка решила окончательно проснуться. Ул читлектә ятканда актив шакылдата башлады. Без озак читлектә тота алмадык. Акрынлап хәрәкәтләнүен күзәттек. Эчәсе килүендә сизенеп алдына кар куйдык. Фомка кушаматлы аюга хәзер 20 яшь. Улыгайып бара инде. Шулай да Фомка яшенә карата бик актив, кәефе дә күтәренке. Аппетиты да бик шәп. Беренче вакытта аның рационында җиңел ризыклар, кишер, икмәк булачак. Ашказаны эшчәнлеген тиешенчә башлап җибәрү өчен күчеш вакыты кирәк. Тиздән Фомка рационына ит тә өстәлә. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары.